Жылдам хабарнама ертең елбасы туралы заңның күші жойылуы мүмкін. Сәлеметсіздер ме достар? Бізге жазылды және де бір ғана лайк тимесін басуды ұмытпаңыздар. Ертең елбасы туралы заңның күші жойылады, деді Сенат төрағасы. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев ертең Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы туралы конституциялық заңның күші жойылғаны туралы мәлімдеді. Парламент жаңа регламенттерге сәйкес конституциялық заңға екі палатаның бірлескен отырысында қаралды. Отырыс 13 қаңтар күні берілетін болды. Ертең біз парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы туралы конституциялық заңның күшін жоямыз. Бұл шешім дайындаған мәжіліс депутаттарының баспасы және басым тиісті заң жобасын бар. Ол құжат тәртіп бойынша қаралды. Әрине, конституциялық соттың да шешімі бар, деді Әшімбаев. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.